Мафия фильмі туралы шынайы пікір. Қазіргі таңда кинотеатрларда болып жатыр, минустары мен плюстарын айта кетейін. Минустарына келетін болсақ, диалогтарын айтатын едім, себебі қазақ киноиндустриясының бір әлсіз жерінің бірі ол диалогтар. Соған қаттырақ көңіл бөлгенде дұрыс болатын еді. Және фильмде өлімді қатты көрсетпейді, қорқыныш ұялатпайды. Бірақ балалар көретін болғаннан кейін оны да мүмкін көрсетпеген шығар. Плюстарына келетін болсақ, Жасұлан Айтеновтың ойыны, жалпы өзінің рөлін жақсы сомдап шықты. Көрген кезде кәдімгідей сенесің, болашақта одан да мықты образдарды алып шығады деген ойдамын. Ал мен үшін үлкен плюстарының бірі ол жалпы креатив пен идея. Себебі қарапайым комедиядан халықтың жалыққанын түсінген шығар, сол себепті әртүрлі жанрлармен эксперимент жасап жатқандығы дұрыс. Детектив триллер жанры жеке өзіме ұнайды. Жалпы ізденіс бар, әртүрлі кинотеатрда әртүрлі мафия, осындай талпыныс үлкен өзгерістерге болашақта алып келеді деген ойдамын. Жалпы сол достар, көргендер болса, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қазақ киносының биік шыңдардан көрінуіне үміттенеміз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Тағы да қандай киноларға пікір керек, оны да жазып кетіңіздер. Сәттілік. Мафия фильмі туралы шынайы пікір. Қазіргі таңда кинотеатрларда болып жатыр, минустары мен плюстарын айта кетейін. Минустарына келетін болсақ, диалогтарын айтатын едім, себебі қазақ киноиндустриясының бір әлсіз жерінің бірі ол диалогтар. Соған қаттырақ көңіл бөлгенде дұрыс болатын еді. Және фильмде өлімді қатты көрсетпейді, қорқыныш ұялатпайды. Бірақ балалар көретін болғаннан кейін оны да мүмкін көрсетпеген шығар. Плюстарына келетін болсақ, Жасұлан Айтеновтың ойыны, жалпы өзінің рөлін жақсы сомдап шықты. Көрген кезде кәдімгідей сенесің, болашақта одан да мықты образдарды алып шығады деген ойдамын. Ал мен үшін үлкен плюстарының бірі ол жалпы креатив пен идея. Себебі қарапайым комедиядан халықтың жалыққанын түсінген шығар, сол себепті әртүрлі жанрлармен эксперимент жасап жатқандығы дұрыс. Детектив триллер жанры жеке өзіме ұнайды. Жалпы ізденіс бар, әртүрлі кинотеатрда әртүрлі мафия, осындай талпыныс үлкен өзгерістерге болашақта алып келеді деген ойдамын. Жалпы сол достар, көргендер болса, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қазақ киносының биік шыңдардан көрінуіне үміттенеміз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Тағы да қандай киноларға пікір керек, оны да жазып кетіңіздер. Сәттілік. Мафия фильмі туралы шынайы пікір. Қазіргі таңда кинотеатрларда болып жатыр, минустары мен плюстарын айта кетейін. Минустарына келетін болсақ, диалогтарын айтатын едім, себебі қазақ киноиндустриясының бір әлсіз жерінің бірі ол диалогтар. Соған қаттырақ көңіл бөлгенде дұрыс болатын еді. Және фильмде өлімді қатты көрсетпейді, қорқыныш ұялатпайды. Бірақ балалар көретін болғаннан кейін оны да мүмкін көрсетпеген шығар. Плюстарына келетін болсақ, Жасұлан Айтеновтың ойыны, жалпы өзінің рөлін жақсы сомдап шықты. Көрген кезде кәдімгідей сенесің, болашақта одан да мықты образдарды алып шығады деген ойдамын. Ал мен үшін үлкен плюстарының бірі ол жалпы креатив пен идея. Себебі қарапайым комедиядан халықтың жалыққанын түсінген шығар, сол себепті әртүрлі жанрлармен эксперимент жасап жатқандығы дұрыс. Детектив триллер жанры жеке өзіме ұнайды. Жалпы ізденіс бар, әртүрлі кинотеатрда әртүрлі мафия, осындай талпыныс үлкен өзгерістерге болашақта алып келеді деген ойдамын. Жалпы сол достар, көргендер болса, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қазақ киносының биік шыңдардан көрінуіне үміттенеміз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Тағы да қандай киноларға пікір керек, оны да жазып кетіңіздер. Сәттілік.